Мен Хамракулов Ахлидин Учкунович 1999 жылы 5 майда Түркістан облысы Сайрам ауданына дүниеге келгем. Мен бұл видеоны түсіруім себебі 2023-тің орталығында маған Санжар Боқаев жалдамалы жұмысшымын, өзім Питерде. Санжар Боқаев мені шақырып, үйінде жұмысын істетті. 2025-тің аяқ жағында маған звондап, келіп кете аласыз ба деді. Келіп бардым айтқан жеріне. Сөйтсем, гранит тастарды сатып кеп берші деді. Барып сатып алып кеп бердім. Сөйтсем, ол видео ұқсамай қапты, олардың пландары орындалмай қапты. Біріншісінде, екінші рет тағы да жіберді мені. Тағы да бардым, сатып алып кеп бердім тасын гранитін. Сөйтіп могилкаға түсіріп бердім. Түсірген кезінде видеоға алып, Санжар өзі қойған киносымен видеоға алды. Сосын ол жерден ол жұмыс бәрі жабылып кеткеннен кейін Роши Бауманы барып ағашын кес деді. Барып кескен үшін ол жерден тағы 100 000 теңге ақша алдым. Енді қазір сонымен мені департамент полиция ұстады. Сивасинасқа апарып қамады тергеу изоляторіне. Тергеу изоляторінде жатқан кезімде Диас Ахметов деген бір адвокат келді. Мен Санжар Боқаевтан келіп тұрмын. Сол беріп атқан көрсетменің наоборотын бересің деді маған. Жарайды дедім. Сосын сен анда жерге ДВД-ға барғанда шум көтересің деді. Если сен шум көтеретін болсаң, мен сені алып шығамын деді. Мен сотталып кетуімнен қорқып, амалым жоқ, сонымен келістім. Енді келіскеннен кейін енді қазір ол жерде біраз видео бар, бағанандай маған питка болып жатыр, маған департамент қысым жасап жатыр, қысым астында осындай Санжарға көрсетме беріп жатырмын деп айт деді. Мен оны айттым. Соның үшін шықтым одан кейін. Енді қазір тағы да іс қозғалып жатыр. Санжар Боқаев ұсталды ол. Киносы бәрі бітті ол жерде. Енді сөздің шыны ақиқатты айтатын уақыт келді уже. Қазақстанда заң бар екен. Ақиқат негізі киноны ол тасты да сатып алып кеп берді деген Санжар, Роши Бауман кес дегенде ол Санжар. Мен ана жерде жалдамалы жұмысшы едім негізі. Бірақ сол жалдамалы жұмысшы артында мені пайдаланып косякқа тығып кетті ол. Косякқа тыққан мейлі ғой, енді дәлше тағы да жұмыс ашайын деп отыр. Оның үшін мен заңсыз екенін білген жоқпын. Кешірім сұраймын мемлекеттен, Қазақстан Республикасынан. Бұл жерде ақиқатты айтатын уақытым міне осы. Роши Бауман кес дегенде Санжар Боқаев, үлкен Алматы өзенінің тасын сатып ал дегенде Санжар Боқаев, могилка апарып түсір дегенде Санжар Боқаев. Бір емес 2 рет түсірген ол жерге. Екіншісінде видеосы ұқсаған, мынау біріншісінде зая кеткен. Маған айтылған әңгімелер, маған берілген уәделер, Ақылбек уайымдама, біз саған көмектесеміз, там сен сотталмайсың, анау деген еді негізі. Но бірақ на самом деле сотталып шықтым, по-любому 2 жыл условкамен алып шықтым. Мен өзім кінәсіз екенімді дәлелдеп бердім, но бірақ енді бәрібір қазір кескенім рас анда жерде. Сол кескенім үшін, тас сатып алғаным үшін кешірім сұраймын. Енді ақша үшін бәрін істегенім үшін мен мемлекеттен кешірім сұраймын. На самом деле қарапайым халық мынау Санжар Боқаевтың гранит тасы туралы видеосына сенбеңіздер, ол өзі қойған махинациясы, өзі ұйымдастырған киносы. Мен до этого білген жоқ едім. Оказывается, бұл өзі кино қоя дегенде, и потом өзі бандай видеоға алып, там фирмаларды угрожать етіп, қорқытып, сөйтіп ақша алып, сөйтіп ақша жұмсап жүреді екен өзі. Ал енді қазір ақиқаттың бәрі Санжар Боқаев ұсталды. Енді мен өз кінәмді мойындаймын, кешірім сұраймын. Боқаев өзі қалғанда өзі жауап береді енді. Потому что киноның бәрін өзі қойған. Мен әшейін қарапайым бір жұмысшымын. Питерде жүрген, бала шаға бағып, күн көріс деген сияқты. Маған ешқандай не болған жоқ, қысым болған жоқ. Главное, что мынау департамент полициядан, либо болмасам Сивасинастан, ол Сивасинастан или департаментте айтылған әңгімелердің бәрі маған Диас өзі үйретті. Сөйтіп айтсаң, біз сені алып шығамыз, сөйтіп айтсаң, бүйтіп айтсаң, бүйтеміз деп. Мен сөйтіп айтқаным үшін мені пока что жұмысымды жауып, маған 2 жыл условка берді. А так, на самом деле, департаментке или болмасам Сивасинастқа ешқандай шағымым жоқ, мен ешкім ұрған жоқ, ол жерде ешкім қорқытқаны жоқ. Тағы не айтамын, халыққа айтарым сол Санжар Боқаевтың қойып жүрген киноларына көп сене бермеңіздер. Мен білетін осы 2 кино, одан басқалайды тағы қойған кинолары бар шығар, басқасы бар шығар. Сондықтан да біреудің айтқанына сене бермеңіздер. Қазақстанда заң бар екен, Құдайға шүкір.